Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Мен Рашида Ясин, 10-шы сынып оқушысы Ахмедияр Құсайынов мектебінде білім аламын. Бүгін мен сіздерге дәрігер мамандығын таңдағанның себептері туралы айтып өтемін. Дәрігер болу тек мамандық емес, қоғамға пайда тигізу мен адамдардың өмірін жақсарту үшін үлкен жауапкершілік болып табылады. Дәрігер мамандықтың асылы. Медицина адамзаттың денсаулығын сақтауға бағытталған маңызды сала болып табылады. Дәрігердің қоғамдағы рөлі, олар сауықтырушы, кеңесші және зерттеуші деген рөлін атқарады. Сонымен қатар дәрігер мамандығының маңыздылығын айта кетсем, ол дәрігерлер адамдардың өмірін және денсаулығын жақсартуға көмектеседі. Бұл мамандықты таңдаған адам әр күн сайын әр қиындықпен кездесіп, мойнына осындай қиыншылықты алады, жауапкершілік алады. Қазіргі заманғы медицинаның жетістіктері өте көп. Олар жасанды органдар, жүрек, бүйрек және бауырды жасанды жолға ауыстыру, гендік терапия, тұқым қуалайтын ауруларды емдеудің жаңа әдістері, роботты хирургия, операцияларды дәл және аз инвазивті түрде жүргізу, телемедицина, қашықтан консультация беру және емдеу. Дәрігер болудың қиындықтары мен жауапкершіліктері де аса маңызды рөл атқарады. Мен неліктен дәрігер болуды таңдадым? Медицинаға деген қызығушылығым балалық шақтан пайда болды. Дәрігер болу жұмыс жасау ғана емес, адамдарға көмектесу арқылы үлкен жетістіктерге жету. Дәрігерлік этика және деонтология, олар науқасқа зиян тигізбеу, құпиялықты сақтау, әділдік және кәсібилік. Дәрігер мамандығының дағдылары, олар білімнің болуы және психологиялық төзімділік, адамдарға деген мейірімділік және жауапкершілік болу керек деп санаймын. Медициналық білім берудің ерекшеліктері де осындай. Дәрігерлік мамандықтың болашағы. Гендік медицина, аурулардың гендік деңгейіне, роботты технологиялар, хирургиялық операцияларды автоматтандыру, жасанды интеллект, диагноз қою және емдеу процесін жақсарту. Дәрігердің өзін-өзі дамыту және кәсіби өсуі де аса маңызды рөл атқарады. Қорытынды: дәрігер халықтың жанашыры. Дәрігер мамандығын таңдағанға мен өте қуанамын. Дәрігер мамандығы арқылы қоғамға пайда тигізіп